Сәлем достар, бүгін 8 май 2023 жыл. Күнделігімді жалғастырамын, влог. Бұйырса стяжка құйылды, есік алынды, терезеге заказ берілді. Кеттік, ішкі көрінісін бүгін көрсетейін. Алдына естіғаны жинап кетіп едік, одан кейін тас түсті, тасты еледік, атқыттары, цементтің қапшықтары, соны алып бәрін жинап қайтқан. Өртеп кету керек, біраз мусор жиналып қалыпты. Біздің көршілеріміз. Кеттік. Мынау енді біздің үйіміз. Қош келдіңіздер. Стяжка құйылды. Кірген бетте мне сразу, значит, бізде санузел, ванна, туалет, раковина, значит, бұрышта стиральная машинка тұрады. Осындай стяжка құйылды, и уже үйге ұқсап қалды. Төбесі қарағаға жауып тастады, и уже жолдасым тоқтардың қазір жүргізіп жатыр. Кухнямыздың орны, бұйырса осы 1-2 бөлмені жасап, қаласа уже көшетін боламыз. Келесі видеода уже терезе есік салынған кезін көрсететін боламын. Алла жазса. Ну, пока үйдің көрінісі осындай. Нашар спальня, нашар детский бізде. Бәрі серый болғасын, бірде сияқты көріп тұрған сияқты маған камерадан. Мына жақ гостевой, мына жақ кухня, мына жақ коридор, ар жағында ванна, туалет. И мына жақ бізде зал осындай. Естеріңізге сала кетейін. Бізде үйдің размері 12-12 метр. Осында кухня. Кухня кең. И бір ерекшелігі бізде мына жерде кладовая комната болады. Менің военный комнатам. Артық ыдыс-аяқ, морозилка. Барлық артық продукты бәрі осында болатын болады бізде. Сол үшін жасалынған әдейі стратегически важный комната деп айтсам болады. Мына жерде кухонный гарнитур тұрады. Енді алла жаса осының сантехникасын ғана қойсақ, терезе есік келсе, бұйырса біз уже кіріп алып, уже сосын барып жасай беретін шығармыз. Бір бөлменің осы кухняның ғана ма, 1-2 бөлменің үлгергенімше штукатуркасын жасаймыз, айдың аяғына дейін. И осы күйінде кіре беріп, сосын кіріп алып, арғарды жалғастырамыз, потому что ай сайын уже квартираға да біраз ақшамыз кетіп жатыр. Оны сразу үйімізге салғымыз келіп жатыр. Алдымыз жаз. Бірсенге қылып амалдаймыз деп отырмыз. Сәттілік тілеп қойыңыздар бізге. Видео ұнаса комментарий жазып, лайк басып кетіңіздер, сәттілік тілеп қойыңыздар. Алла жаса, енді терезе есік салынған кезден бір видео саламын, және де мүмкіншілікті пайдалана отырып, бізге көмектесіп отқан барлық ағайындарға, достарымызға, бауырларымызға рахмет айтқым келіп тұр. Қаржылай көмектесіп жатқан, келіп, еңбек етіп, бізге қол ұшын беріп жатқан ағайындарға үлкен рахмет айтқымыз келіп тұр. Осы асардың арқасында біраз жерге дейін құрылысымызды жеткізіп алдық. Мына балалардың жүрісі осы. Қалада двухкомнатный квартирадан сыймай, рахат яқты жерге келіп, күшті от души ойнап жүр. Үстелдің бәрі бачат. Рахат бірақ.
Саламатсыздар достар. Біз үйімізді салуды жалғастырудамыз. Алғашында фундаментін құйып болдық, стенасын тұрғыздық, крышасын жаптық. Енді бізге ішкі жұмыстарын жасауды бастадық. Кешелермен черновой бір қабат стяжкасын құйып болдық, бүкіл үйлерге. Енді бұлардың үстінен теплый пол төселіп, сосын чистовой тағы да бір қабат стяжка құйылатын болады. Стена неден қаланды, қандай кірпіш пайдаландық? Сіз жаңа тоқта дедіңіз. Стена пеноблоктан құйылған, ал ішкі стеналар пескоблоктан жасалынған. Кеше міне тоқтарын жүргізіп болдық барлық үйлердің. Үстіне қара қағазын салып болдық, тоқтарын толық жүргізіп болдық. Енді біздің бүгінгі жасап жатқан жұмысымыз штукатуркаға маяқ құру. Маяқ құрып бастадық. Бұл маяқтарды родбондпен отырғызамыз. Жаңағы уровеньмен шығарып, төрт жағынан лескісін тартып алдық та, отверстие тастап тұрып, лескісін тартып алдық. Сосын маяқтарын қойып қойдық. Енді бұлардың барлығын родбондпен отырғызу керек.